Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен духовкасыз, яғни пісіруді қажет етпейтін 15 минутта қолжетімді заттармен десерт дайындаймыз. Бізге керекті ингредиенттер осындай печенье қажет, міндетті түрде осындай емес, әртүрлі печенье пайдалана берсеңіздер болады. Содан соң сары май, какао және де сгущенка. Ең алдымен осылай силиконды ковриктің үстіне печеньелерімізді жайып шығамыз. Содан соң оның үстінен салафанды видеода көрсетілгендей төсеп, оқтаумен басып шығатын боламыз. Яғни біз печеньемізді үгітуіміз керек. Міндетті түрде силиконды коврикті пайдалану міндетті емес, өздеріңіздің қалауларынша дастарханнан я болмаса әртүрлі тақтайдың үстіне жасай берсеңіздер болады. Ендігі кезекте мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай крошка пайда болды. Оның үстіне жұмсақ сары майымызды барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде сары майымыз біздің бөлме температурасында болуы тиіс. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің сары майымыз өте жұмсақ. Осылай печенье мен сары майды барлығын араластыратын боламыз. Мінекей достар, бізде осындай масса пайда болады. Ендігі кезекте оның үстіне какаомызды салатын боламыз. Содан соң біздің какаомыз барлық жерге жететіндей етіп, қасығымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осындай бізде масса пайда болады. Содан соң оның үстіне сгущенное молоконы қосамыз. Әртүрлі сгущенное молоко жарай береді. Әртүрлі фирманыкін пайдалана берсеңіздер болады. Содан соң осылай тағы да қасықтың көмегімен біздер жақсылап масса, яғни влажный масса жасайтын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен біркелкі етіп барлығын араластырып алатын боламыз. Описаниеге барлық құрамдарды жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Ендігі кезекте біздер осылай пищевой пленкамызды төсейміз. Бұл жерде пищевой пленка көрінбей қалған. Осылай барлығын пищевой пленканың үстіне жайып, содан соң видеода көрсетілгенде оны орайтын боламыз. Міндетті түрде осындай ұзындау етіп алыңыздар пищевой пленканы. Содан соң барлығын осылай видеода көрсетілгенде жақсылап орап аламыз тығыздап. Ал ендігі кезекте осылай формочка жасаймыз, дөңгелетіп. Содан соң шамамен 2 сағатқа я болмаса 3 сағатқа қажеттілігінше біздің жаңа десертіміз кішкене қатқанша, формасын ұстағанша морозильникке салатын боламыз. Мінекей достар, десертіміз шамамен 2 сағаттай морозильникте тұрды, яғни тоңазытқышта тұрды. Осылай сыртында пищевой пленкасын ақырындап шешіп, біздер оны қазір жақсылап ақырындап кесетін боламыз. Біздің десертіміз 2 сағат холодильникте тұрғанның арқасында өзінің формасын нық ұстайды, және де өте дәмді, онымен қоса өте дәмді, және де жаңағыдай жұмсақ болып шығады. Мінекей достар, көріп тұрсаңыздар, өте оңай кесіледі. Осылай пышақтың көмегімен жіңішке әрі әдемі етіп барлығын кесіп орналастыратын боламыз. Мінекей осындай бізде өте дәмді әрі әдемі печенье, яғни десерттер пайда болады. Мінекей достар, осындай десерттер пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.